Садриддинге бірінші раундта нокаутқа құлату сән ғой әшейін, сән. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін сіздермен бокс мотив парақшасы арқылы байланысқа түсіп отырмыз. Менің есімім Өстемір Әзіретханұлы. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар, видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Біз сіздермен бірге Құдай қаласа түрлі спорттық жаңалықтарды бөлісе отырып, өзіміздің өмірімізге қажетті шабыттарды алатын боламыз. Кеттік! Садриддин Ахметов өткен жексенбіде өте тамаша жекпе-жек өткізді. Америкада алғашқы дебютін өткізді. Өзінің 13-0 деген рекорды бар еді, енді 14-0 деген рекордқа ие болды. Бұл жеңісімен біз Садриддин Ахметовті шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Және де жай ғана жекпе-жек өткізген жоқ, өте жарқын манерде өзінің баяғы жас кездегідей стилінде әдемі жеңіске жетті. Бірінші раундта бір нокдаун беріп алып, ары қарай төреші араласып тұрып тоқтатты жекпе-жекті. Бұл енді әрине өте тамаша жекпе-жек болды, ал оның қарсыласы Антонио Тот болды. Енді оның 11-ші жеңілісімен шын жүректен оны да құттықтаймыз, алдағы мансабына сәттілік. Жалпы бұл енді Садриддин үшін өте тамаша жекпе-жек болды, бірақ дегенмен Садриддин үшін көп нәрсе берді деп айта алмаймыз. Бірақ бұл Садриддин үшін алғашқы баспалдақ. Осы баспалдақтан кейін келесі баспалдақтардың ашылатыны сөзсіз. Жалпы қазақ боксында Америка үшін өте ұнамды бір дүниелердің бірі бар. Ол қарапайым дүниелер, ұлы болу үшін ұлылықтың алғашқы қадамдарын жасау керек дейді. Дәл сол секілді Садриддин Америка нарығы үшін өте жақсы жаңалық болатынына мен кәміл сенімдімін. Не үшін? Себебі Садриддин қарапайым жеңіп болғаннан кейін рингтің бұрышына барып секіруі, айқайлауы және ең бастысы ағылшын тілін білуі және жекпе-жектен кейін ағылшынша сұхбаттар беруі, бұның барлығы Садриддиннің медиалық тұрғыдан өте мықты болуына қатты әсерін береді. Себебі жасы да жас негізі, әлі 10 жылдық мансабына үмітпен қарауға болады, сеніммен қарауға болады және бұған дейін өткізген жекпе-жектеріне қарап біз Садриддиннің болашағының жарқын екендігін көре аламыз. Ең бастысы бақ келіп тұрса ғой, бабы келіп тұр жігіттің. Енді Садриддин осы жекпе-жегінен кейін мәлімдеме жасады. Мен бұл жекпе-жегінде 160 фунтта, яғни 72 кг салмақта жекпе-жек өткізсе, енді ары қарай қайтадан бұрынғы салмағыма, енді боксты үйреніп алу үшін кішкене денемді үйретіп алу үшін ғана бұл салмақпен бокстастым деген болатын. Ал енді қайтадан бұл орынды 154 фунтта, яғни 69 кг салмаққа өзінің сүйікті салмағына қайта оралатын болады. Себебі бұған дейін 13 жекпе-жегінің барлығында 69 кг салмақты өткізген. Және де бұның любительский карьерасына да тоқталатын болсақ, барлығында 69 кг салмақта бокстасқан негізі Садриддин. 251 жекпе-жек өткізген, оның 241-інде жеңген, әдемі рекорд негізі. Әуесқой бокста 10 ғана жеңілісі бар. Одан бөлек Қазақстан президент кубогының алтын жүлдегері 2017 жылы 2017 жылы Бангкокта өткен Таиланд королінің кубогын жеңіп алған. Одан бөлек 2016 жылы жастар арасында әлем чемпионы. Енді осындай жетістіктері бар, толағай табысқа жеткен жігітті біз не үшін мақтамаймыз, не үшін бұл жігітпен мақтанбаймыз? Бұның барлығы да әрине Садриддиннің алдағы болашақтағы мықты перспективті боксшы екендігін көрсетеді. Жалпы Америка нарығын Құдай қаласа біз жаулаймыз. Қазақстайл бар, Садриддин бар, Құдай қаласа барлығы мықты жеңістерге жетеді деп сенеміз. Енді бұл салмақта қазір кімдер чемпион және алдағы чемпиондарға жету жолын бір талқылап өтейік. Дәл қазір IBF бойынша Бахром чемпион, WBA бойынша Вергил Ортис чемпион және WBC бойынша Себастьян Фундора чемпион. WBO бойынша Кроуфорд чемпион. Енді менің ойымша негізі барынша осы Ортис пен Фундорамен шыққан әрине жақсы. Себебі Америка нарығында бұл жігіттер әжептәуір танымалдылық жинап қойды. Өздерінің аудиториясы бар. Оған жету үшін осы рейтингте тұрған топ 15, топ 10, топ 5-тегі боксшылардың кем дегенде екеуімен шығатын болса, міндетті үміткер атануға мүмкіндік бар. Ең бастысы бұл жерде промоутерлер жақсы жұмыс жасай алуы қажет. Ал енді менің ойымша негізі ең жақын вариант ол Кроуфордпен, яғни WBO нұсқасы бойынша біз жеңіске жылдамырақ жете алатын секілдіміз. Не үшін? Себебі Кроуфорд бұл 66 кг-ды енді тастайтын шығар. Себебі бұл салмақта абсолютті әлем чемпионы болды. Енді бұл салмаққа менің ойымша қайтадан келмейді. Ол ары қарай 69, 72, 76 кг салмақтарда жүреді. Не үшін? Себебі ол ары қарай іріленіп, Канеломен шығуы керек. Канеломен шығады деп ойлаймын. Не үшін? Себебі ол элементарный нәрсе ғой. Былай алып қарайық. Айталық, Кроуфорд қазір соңғы жекпе-жегінде мысалы 2 миллион доллар алған болса, енді
Түрк әлі шейх Канеломен шығатындығы үшін оған 50 миллион, 100 миллион доллар бермекші. Яғни ойлап қараңыз, 2000 теңге мен 100 000 теңге сияқты айырмашылық. Жер мен көкте айырмашылық болғандықтан ол амал жоқ, ертең жеңілетінін білсе де сол ауыр салмаққа бару ықтималдығы бар. Себебі Америка үшін ол кіршіксіз рекордтан да бұрын бірінші орында тұратын нәрсе. Әрине ол тарих жасау, әрине ол үлкен жекпе-жектер, әрине ол үлкен ақша. Сондықтан осындай үлкен ақшаға енді біздің жігіттер қатты ұмтылмайды. Оған да ешқандай өкпе-реніш жоқ. Біздің жігіттер де мықты, біздің жігіттер де ондай үлкен жекпе-жектерді ұйымдастыра алады. Кезіндегі Головкиніміз қалай үлкен жекпе-жектер ұйымдастырған еді. Дәл сол сәттерді сағынамыз. Дәл сол сәттер менің ішкі түйсігім бойынша келіп қалған секілді, жақындап қалған секілді. Сондай бір үлкен жекпе-жектерді күтіп жүрміз. Және осы алдағы 1-2 жылдың көлемінде бізге ол бақ бұйыратын секілді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Біз енді белсенді боламыз, күніге сіздермен байланыста боламыз.